Мамышұлы туралы көп аңыз айтылады. Иә. Сонда енді сіз осымен көп сөйлескен шығарсыз. Көп араластыңыз ғой Бауыржан Мамышұлымен. Араластыңыз ба? Жоқ, араласпадым. Қалайша? Оның себебі бар. Иә. Баукең деген особый ерекше адам. Ол адамға бет қаратпайтын мінезі бар. Қатты сөйлейтін. Өзінің менен ол 10 жас үлкен. Әлгіндей мінезі бар. Оны менен көшеде кездесіп жүреміз ғой. Кездесіп жүргенде әлгі кісіге кездесе қалып, ассаламағалейкум, Бауке десең, орысша здрав желаю. Сен батыр болсаң, мен де батырмын деп бұрылып жүріп кетеді. Болған соң. Енді оны менен алғарай мен араласпай жақындаспаған себебім, әлгіндей ол кісі сондай бет қаратпайтын қатал, қатты адам болады. Оның жасы үлкен. Сөйтетті бір күн оны мен қатты сөзін естеймін. Оған да ренжіп қалуым да мүмкін. Мен де мінез оңып тұрған жоқ. Соның ар жағы не болуы мүмкін? Оның не болуы мүмкін? Соны мен ескерем дағы ол кісіменен мен жақын жүрген емеспін. Әлгі осында Нұршайықов деген жазушыларың бар. Сол өзінің кітабында әлгі Ақиқат пен аңыз деген кітабында жазыпты. Мен онымен жақын жүріппін. Ол ауырып бәлін саға түскенде мен оған көңілін сұрай барамын. Ол жазған ғой, мен шындық емес. Онсын мен бауырын көңілін сұрап енді Баукеңге әсерлеу үшін де жазған деп ойладым мен басында. Асекең көңіл сұрайын деп Совет министрдің бәлінсәсіне барса, карантин кіргізбейді екен. Кіргізгеннен кейін Қаскең қоршауларын сындырып, лақтырып, ішіне кіріп барып, Баукеңге жолығып, құшақтап, үйге алып кетейін бе, қазір қолтықтап деген сөздерді айтады. Өтірік жазады, өтірік. Кәдескі өтірік. Қошқарбаев деген ағаң болды, Рейхстагқа ту тіккен. Сонда Қошқарбаев деген ағаң да батыр болатын. Ананың жүрегінің түгі бар батырдағы, Қошқарбаев деген көзсіз батыр болады. Өз жастай барған соғысқа. Сондай ерлік жасаған. Рейхстагқа бірінші ту тіккен сол ғой. Бірақ Рейхстагқа ту тігілді дегендерге герой атағын беріп жатқан. Оған бермеген. Ту тіккені рас. Документалыны хабарлаған сол кезде. Герой атағын бермеген. Әлгі меніменен бұлай өте жақын жүрді. Өзі адамның ішіне кіріп кететін адам болады. Сол Бауыржанмен де жақын жүрді, керемет. Қалайда Бауыржанның тілін тауып, онымен жақын тіпті араласып жүрді. Сонсын бір күні Бауыржанның мен отыр едім кеңсемде. Маған Рахымжан Қошқарбаев звондайды. Ол менен 6 жас кіші. Көңілді жүргенде мені Қасым аға дейді. Көңілсіз жүрген кезде мені мұқатып, кәкетіп, қарайу, бәлен, түген деп сөйлейді. Bir gün звондайды. Қасым аға, ассаламалейкум. Алейкум ассалам. Көңілдісің ғой Қасым аға дегенге қарап. Я көңілдімін. Қасым аға дегенге қарап. Я көңілдімін.
Nemeni звондап тұрсың? Дәу шақырып жатыр дейді. Дәу, бауыр. Дәу шақырып жатыр. Шақырса бар. Жоқ, екеуміз барайық. Ай, сені шақырды ғой, мені шақырған жоқ қой. Мен мынаны шақырғам, сен неге келдің дейді, әрбіріндегесін ол. Ол бетің жүзің демейді ол. Жоқ, екеуміз бірге барайық. Жоқ, өзің бар. Ағау, мен жалғыз барып, оның қатты сөздер, ауыр сөздерін жалғыз өзім көтере алмайды қалу мүмкін ғой, екеуміз бірге бөлісіп тыңдайық та. Жарайды дедім. Екеуміз бардық. Барсақ, әлгі байғұстың есігі ашық тұр. Ақырын бит тарсақ. Онысын айтам, кір дейім. Ойбай, сіз кіріңіз. Мен сен шақырды ғой. Мені шақырған менен, мен сіздің алдыңыздан кіріп барсам, ол тура айтады. Ананың жасы үлкен, сен неге бұрын деп боқтайды. Артық боқтық естейміз ғой. Сіз кісі. Ақырын мен кірдім. Ассаламу алейкум баука дедім мен ең алдымынан. Қайда жүрсіңдер деді. Анау тез сөйлейтін адам еді. Рахымжан. Жұмыста. Какой шарт жұмыс деді. Не видишь деді. Стөлдің үстін көрсін. Стөлдің үстінде ауырып, врачтар келіп, әліне жазған ғой, лекарство. Мынандай лекарство. Соны әкеп беретін адам болмағапты. Әйелі ауырған бір жерде болған ба. Ол кезде ол ағамызда жеңгелер де көп болған. Оның қалай болғанын да біз білмейміз. Қазір барып алып кетеміз деді. Осы де тамақ та жоқ деді. Ет те жоқ деді. Әкелеміз қазір. Әлгінің несін алып, шүгірбанда жүндап, оны алып, ет алып, үйіне әкеп тастық. Енді біреулер келіп пісіріп береді ғой. Арақ ішесіңдер ме деді, ішпейміз деді. Тогда шага марш деді. Кетті келсіз. Ал енді Бауыржан көзінің тірі кезінде батырлығын да алған жоқ. Дивизияны командовать еткен адам. Анау Жуковтердің өзі, Рокоссовскийдердің өздері білетін адам. Батыр атағын да алған жоқ. Дивизияны командовать еткен командир дивизия деген генерал болу керек. Генералдығын да алған жоқ. Осы мінезі, тік мінезі. Аны орыс командирлеріне де ұнамаған ғой. Орыс деген мен көкірек қал қой. Олар ондайды көтермейді. Оның басты себебі осы. Сонан кейін елімізден де онша о кездегі басшылардан бұлай поддержка болмаған болу керек деп өзім ойлаймын. Солай ол өлгенше мен геройлығымды алмадым. Не генералдығымды алмадым деп талай рет бұлай сөзді жақындап жүріп сөйлесіп естіген емеспіз. Ол не болса да ішінде кетті. Ішінде кетті. Әрине ол да сүйегеттен жаралған адам ғой. Ол енді оның бәрі ішінде ғой. Bir jағы соған ермеш кетті, бұзылған шығар ол. Сол күнше ол дүниеден кетті. Ал мұна Рақымжан ағаң болса, ол ондай емес болатын, ашық айтатын ішіндегілерін. Ол кейбір қатты ішіп алған кезде осының салдарынан
Sondan keyin bir günü elge süйтіп ayta bергenden keyin 2-3 rет aytты mаған. Жұртқа да айтуым мүмкін оның. Onun için ben ayttım, Raqımjan sen tыңda meni otur. Senin mınauың ұят. Немene? Geroylığını vermeysin. Ayğaylaysın. Халықтан ұят қой мынау. Елімізге жау шапты. Biz attandық. Біреу аз істеді, қолынан аз келді, біреуінің көп келді. Сонда біз жұрттан көбірек істедік деп, сол көбірек істеген еңбегімізді отанға сатамыз ба? Biz орден үшін істедік ба? Алтын жұлдыз үшін соғыстық ба? Ұят қой мынауың айналайын. Мен misal айтайық, 4 жыл жау тылында болдым. 4 жыл жау тылында болғанда, ол жау тылы ғой. Faşistik armiyanın tili. Үй жоқ, күй жоқ, тұрақ жоқ, орман, қысы жазы. 2-3 күнде соғыс. Мен сондағы істеген ерліктерімді бұлай санап, қазіргі Герой атағын алғандардың ерлігіменен өлшейтін болсам, мен алтын жұлдызды міне жерден, міне діземе дейін тағар едім. Соның біреу жоқ қой менде. Мен өлгем жоқ, өткем жоқ. Жүрмін ғой. Демені біз. Соны бірдеп өтіп еңбегіміз сондай бір артық соғыстық, артық бәлен істедік деп, осыны айтқанымыздың өзі ұят қой. Бізге жай келсе рахмет айтпау керек. Біздің міндетіміз, ол біздің қасиетті борышымыз болады. Мұныңды сен енді біреуге айтсаң, онда ұятқа қаласың. Осы есіңде болсын деп жіберген. Бір уақытта отырып түшіп алған ғой. Кабинетінде отыр менің. Менің кабинетімде ылғи сейп болады. Сейптің ішінде арағым да, бәрі де сейптің ішінде болады кабинетте. Менің де. Оның да сондай. Соның кейін мен айттым. Деп едім қасымаға оның рас екен, оның дұрыс екен. Мен енді бұдамлай ондайды айтпайын деді. Деден деше мен кетем. Маған bir bakal konyak ver dedi. Bir bakal konyak verdim. Sen düşün gerek deydi, oldu zorlaydı beni. Ay men kabinet жұмыс istep oturun koy. Nemene sakın? Sende kanday жұмысы болды? Sonun ketті. Sol onça көп keşkbey qaytыс болды. Sol köp keşkbey qaytыс болғанның bir ağızım var. Endi ol ökevi ketdi koy. Duruk oylamagan jerde Жеңістің 50 жылдығында маған мына халық қаһарманы деген атақ берді. Бұл халық қаһарманының берген атағы önde atak koy. Бірақ осы маған қатты батты. Мен мұны екеуі қайтыс болып, әте екеуін тілеп жүргендей, ол дүниеге аттандырып, тірі жүріп алғандай болдым. Тірі жүргендіктен. Әйтпесе оларды алатын жөні бар еді ғой. Сөйтіп мен қатты қайғырып сөйтіп жүрдім. Тәпті жұрттың бетіне қараудың өзі де қиын болып сөйтіп жүрді. Сөйтіп жүргенде мына елбасымыз Нұрсұлтан Назарбаев ең алдымен Россия үкіметіменен соғысып жүріп, айқасып жүріп, Бауыржан ағасына Советтер одағын батыр атағын алып берді. Онда да жеңіліп қалдым былай. Артынан барып мына ағасына мына халық қаһарманы атағын берді. Мына Рақымжанға халық қаһарманы атағын беріп, екеуін әлгінде істегеннен кейін көңілім жай тауып, мен осындай қиын жағдайдан құтқарған үшін